Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда «Чокнутый профессор» деген ғылыми фантастикалық фильм. Шолуымызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басайық достар. Оқиға артық салмақты әрі шалағай табиғаттану профессоры Шерман Кламптың төңірегінде өрбиді. Ол студенттері мен әріптестеріне ұнайды, бірақ оның салақтығы үнемі ыңғайсыздық туғызады. Бір күні таңертең ол Велман колледжіне жұмысқа бара жатқанда, алдынан 5000-нан астам хомяк жайылып кеткенін көреді. Грызуындар тіпті адамдардың шалбарларының ішіне кіріп кететіндей көбейіп, бүкіл жерде хаос тудырады. Бұлар белгісіз бір себеппен бостандыққа жіберілген зертханалық хомяктар еді. Тергеу барысында Шерманның алдыңғы күні өзіне білінбей шыққан қарны торлардың құлпын ашатын батырманы басып қалғаны белгілі болды. Мәселе шешілген соң, Шерман сүйікті тәжірибелік хомягі Шеллиге барады. Оның да артық салмағы бар еді. Шерман мен оның тобы адамның дыңқысын қайта құрып, артық салмақтан оңай әрі тез арылтатын формуламен тәжірибе жасап жүрген болатын. Бұл сарысу Шеллиге қолданылып, нәтижесінде ол бір күнде 3 унция салмақ тастады. Бұл өнімнің тиімділігін дәлелдеді. Формуланың табиғатын тереңірек білу үшін Шерманның лаборанты Джейсон Шеллиді семіртіп көруді ұсынады. Оны тамақтандыра бастайды, бірақ Шерман бұл жануар үшін қауіпті болуы мүмкін деп есептейді. Осы кезде оны хомяктарға қатысты оқиғаны талқылау үшін деканатқа шақырады. Шерманға сол оқиғадан кейін ғылыми бөлім қаржыландырудың басым бөлігінен айырылғанын айтады. Колледжге $10 миллион бермекші жалғыз демеуші түлектері ғана қалған. Сондықтан декан Кламптқа тәжірибелерде абай болуды ескертеді, себебі олардың бұл соңғы түлекті де жоғалтатын жағдайы жоқ еді. Сабақ барысында Шерманның шығыңқы қарны тақтаға тиіп қалады. Бұл жағдайдан студенттердің көңіл көтеріп, күліп жатқанын байқаған ол амалсыздан оларға қосылып өзі де күледі. Осыдан кейін жаңа ұстаз мисс Карла келіп, басты кейіпкермен амандасады. Ол химия факультетінің түлегі, дәліздегі қыз атты өзіндік әдістемені оқытады. Шерман оның сұлулығы мен мейірімділігіне бірден таң қалады. Карла Шерманның еңбегінің үлкен жанкүйері екенін және онымен әрқашан кездескісі келгенін айтады. Күннің кейінгі уақытында Шерманның әкесі ұлының толық әрі денсаулығы әлсіз күйіне қарамастан, онымен мақтанатыны белгілі болады. Бірақ Шерман дастарханнан аз ғана тамақ алғанын көрген әкесі, ол бәрін жасай алатынын, алайда арықтау ешқашан олардың отбасының қолынан келмейтінін кесіп айтады. Сонымен қатар әкесінің өте жаман әдеті бар еді, орынсыз жерлерде газ шығара беретін. Ал Шерманның анасы Анна әкесінің сөздерінен ұлының ренжігенін байқап, оның көңілін жұбатады. Ол ұлына оның ішкі жан дүниесінің әдемі екенін айтып, жігер береді. Анасының сөздері Шерманға күш беріп, ол мисс Карланы кездесуге шақыруға бел буады. Ол қыздың үйіне барып ұсынысын айтқанда, күтпеген жерден Карла бірден келіседі. Екеуі жұмадағы айқай деп аталатын жерге баруды ұйғарады. Шерман үйіне ең жайнаған күлкісімен оралады. Ол билеп, айнала секіріп қуанады, өйткені ақыры өзіне ұнайтын қызбен кездесу тағайындады. Теледидар көріп отырып ұйықтап кеткен ол түсінде Карламен жағажайда сүйісіп жатқанын көреді, бірақ сол сәтте қыз оның салмағына байланысты құмға батып кетеді. Шерман бұл түстен шошып оянады, ал телешоудың жүргізушісі айғайлап, «Иә, мен қолымнан келеді» деп тұр еді. Басты кейіпкер осы сөзді қайталап, алдағы күндері арықтауға барынша ынталанады. Кездесуге дейінгі күндері Шерман зумба сабағына барып, спортзалға қатысып, тіпті ине шаншу сеанстарына да барады. Бірақ түпкі мақсатына жету үшін оған әлі көп еңбектену қажет болатын. Жұма күні екеуі клубқа барып, кездесудің алғашқы жартысында өте жақсы уақыт өткізеді. Бірақ содан кейін сахнаға Реджи есімді әдепсіз комик шығады. Ол көрермендердің сыртқы келбетін бірінен соң бірін мазақтап күлкі қылады. Шерманға кезек келгенде комик оны жеңіл олжаға айналдырып, қатты қорлайды. Нәтижесінде Шерман шыдай алмай жылап жібереді. Шоу біткен соң көңілсіз кездесуден кейін Шерман Карланы үйіне жеткізеді. Қыз оған демеу болуға тырысып, оның мейірімді әрі жақсы адам екенін айтады. Шерман оған алғыс айтып, үйіне көңілсіз, жалғыз әрі күйзеліспен оралады. Басты кейіпкер соңғы аптада спорт залдағы барлық жетістігін ұмытып, зиянды тағамдарды жей бастайды. Ақыры ол ұйықтап кетіп, түсінде аурухана төсегінде жүрек талмасына ұшырағанын көреді. Кейін ол алып денеге айналып, сыртқа шығып, өз қадамдарымен қаланы қиратып, осы қорқынышты түстен шошып оянады. Енді Шерман артық салмақтан әбден шаршаған еді. Ол тек жаттығулар мен дұрыс тамақтануға сенсе, әрқашан азғыруға берілетінін біледі. Сондықтан ол түн ортасында өзіне зертханалық сарысуды қолдануға шешім қабылдайды. Басты кейіпкер зертханаға барып, дәріні дайындайды да оны өзіне енгізеді. Эксперимент катастрофа деп аталады, өйткені компьютер істен шығып, оның жүрек соғысы жиілей бастайды. Экрандардың қайта құрылымы сәтті өтті деген хабар шыққаннан кейін, келесі таңертең Шерман оянып, айнаға қарағанда селк етіп шошып кетеді. Ол өз көзіне сенбей қалады. Көп жылдан бері алғаш рет өзінің денесін толықтай көріп, қуаныштан ұстамай, сыртқа жүгіріп шығып, баршаға айқайлап көрсеткісі келеді. Бірінші барған жері сауда орталығындағы спандекс киімдер бөлімі.
Ол өз денесін айшықтап көрсететін киімдерді киіп көреді. Келесі күні зертханада айна алдында жүргенде, Карла оны іздеп келеді, бірақ анық себептерге байланысты оны танымай қалады. Шерман да бұрынғы толық қалпындағы өзін ол көргенін қаламайды. Сондықтан ол ойдан шығарылған бір есімді пайдаланып, өзін лаборант ретінде таныстырады. Сонымен қатар, ол Карламен ашық сөйлесіп, оған флирт жасайды және клубқа кездесуге шақырады. Алғашында Карла келіспей қояды, бірақ Шерман қоярда қоймай айтқан соң, ақыры көнеді. Әңгімелесу барысында Шерманның саусақтары ісіне бастайды. Бұл оның қайтадан бұрынғы қалпына оралатынын білдіреді. Ол тез арада кешірім сұрап, Карла байқап үлгермей тұрып сыртқа шығып кетеді. Кейін Карла Шерманды көріп, оған әлгі лаборант достың ұсынысын жеткізеді. Келесі көріністе әлгі дос спорттық көлікпен клубқа келеді, оған трансформацияға дейін ешқашан сыймайтын еді. Екеуі клубқа бірге кіреді. Әдеттегідей, сахнаға Реджи шығады. Бірақ бұл жолы өзіне сенімді жаңа Шерман комикті әжуалап, оны өз қаруына жығып береді. Түннің соңына қарай олар мамаларға қатысты әзілдер айтысына кіріседі, онда Шерманның жаңа бейнесі жеңіп шығады. Ашуға булыққан Реджи шоуын тартып алған үшін оған тап бермек болады, бірақ өзі барып пианинода соғылады. Көрермендер қошемет көрсетіп, Карла да қатты әсерленеді. Екеуі сүйісіп, романтикалық сәтті бастан кешіреді. Бірақ сол мезетте жігіттің төменгі ерні сынып кетеді. Ол мұны аллергиялық реакция деп ақталып, сыртқа қашып шығады. Осы уақытта зертхана көмекшісі Джейсон барда официанттың қолындағы Шерманның картасын байқайды. Бірақ оған картаның әлгі жаңа досқа тиесілі екенін айтады. Джейсон ол картаны профессордан ұрлап алды деп ойлап, көліктің қасына дейін соңынан ереді. Күтпеген жерден ол Шерманды трансформацияның ортасында ұстап қалады. Ерні сынып, аяқтары үлкейіп бара жатады. Профессор толықтай қайта қалпына келгенде, көмекші шын мәнінде не болып жатқанын түсінеді. Кейін Шерман тым үлкейіп кеткендіктен көліктен есікті аша алмай, оны кесіп шығарады. Келесі күні таңертең Шерман сабаққа қатты кешігіп келеді, себебі түн оқиғаларға толы өткен еді. Барлық студенттер кетіп қалған, тек ашулы декан ғана күтіп тұрды. Ол профессор тағы бір рет қателік жасаса, оны өлтіретінін ескертеді. Декан Шерман мен колледж түлегі Хартли арасында кездесу ұйымдастырады. Шерман Хартлиді өзінің салмақ пен Оазис сарысуы жобасын қаржыландыруға көндіруі тиіс. Кейін Шерман Карламен кездесіп, оның әлгі жаңа досымен болған кездесу туралы сұрайды. Қыз сәл абдырап қалады. Ол жігіт ұнай ма, жоқ па деген ойда қалады және оның мінез құлқына алаңдайды. Шерман әңгімесін тоқтатып, Карланы екінші рет кездесуге, өзінің отбасымен кешкі асқа шақырады. Неліктен бұлай жасағаны белгісіз, бірақ қыз қуана келіседі. Көп ұзамай отбасы өз үйінде жиналады. Әкесі олардың қарым-қатынасына қатысты, көбіне жыныстық қатынас төңірегінде орынсыз сұрақтар қояды. Карла өзін өте ыңғайсыз сезінеді. Сәтсіз өткен кешкі астан кейін Шерман Карланы үйіне апарып, отбасының атынан кешірім сұрайды. Келесі көріністе Карла жаңа досы туралы көбірек білгісі келетінін және оның қайта хабарласуын қалайтынын айтады. Шерман түсінеді, қызға тек жаңа бейнесі ұнайтынын, содан соң қайтадан соған айналады. Көмекшісі Джейсон бұл трансформацияға әрдайым наразы. Себебі Шерман сарысуды қабылдаған сайын оның екінші тұлғасының тестостероны шектен тыс өсіп, оны бақылаусыз етеді. Джейсон оны тоқтатуға тырысқанымен, жаңа Шерман Айламен алдап қашып кетеді. Сол түні ол тағы да Карламен кездесу белгілеп, оны қонақ үйге апарады. Бұл қонақ үйде сол уақытта Хартлиде болады. Профессор арықтататын сарысу идеясын таныстырады деп күтіп отырған. Ресторанда әдемі қыз оған флирт жасайды. Ол барлық еңбекті өзіне теліп, мақтауларды қабылдайды. Мұны әділетсіз деп санаған Карла ашуланып кетіп қалады. Бірақ жігіт оған мән бермейді, себебі бар ойы қызды өзінде қалдыру. Кейін декан Шерманның қызметін оның жаңа бейнесіне беріп, Хартлидің алдында бітірушілер балында қорытынды демонстрация жасауды тапсырады. Келесі түнде жаңа Шерман бірнеше әйелмен ойына келгенше көңіл көтереді. Таңертең ол қайтадан Шерманға айналады, бірақ әйелдерге қалай қарағанын түсінбейді. Жаңа бейненің төсек қатынасындағы қылықтары Шерманның есіне, санасына зиян тигізеді. Ол тіпті екі жақты тұлғаға ұқсай бастайды. Біраз уақыттан кейін Карла келеді, Шерманды басқа әйелдермен көреді. Қыз мұны жиіркенішті деп қабылдайды. Бағдарламада ақау туындайды. Шерман да өзінің жаңа бейнесіндей опасыздық жасап, екеуі әйелдермен бөлісетін жағдайға жетеді. Шерман кеңсесіне барып, декан оны жұмыстан шығарғанын және оның орнын жаңа бейнесіне бергенін біледі. Ол енді не істеу керегін білмей қалады. Үйінде бейнемагнитофонды кездейсоқ қосып қалып, онда жаңа бейнесінің түнгі жазып кеткен хабарламасын көреді. Ол хабарламада Шерманды қызықсыз өмір үшін мазақтап, сарысуды қабылдап, мәңгілікке өзгеруге шақырады. Бұл мазақ керісінше Шерманды барлық сарысуды жоюға және өзінің жаңа бейнесін енді қайтып шығуына жол бермеуге итермелейді. Ол Джейсонмен бірге зертханаға барып, сарысудың барлық үлгілерін жоя бастайды.
Бірақ Шерман байқамай диеталық сусыннан жұтып қояды, ал оны жаңа бейнесі алдын ала сары сумен араластырып қойған еді. Осылайша ол қайтадан соған айналып, бітірушілер баласына қашып кетеді. Бұл кезде Джейсон компьютердегі ескерту хабарламасын көреді. Жаңа бейненің тестостерон деңгейі өлімге әкелетін деңгейде. Егер ол тағы да сары су ішсе, Шерман мәңгілікке жойылып, жаңа бейне толықтай оның денесін иеленеді. Сол уақытта жаңа Шерман салтанатты түрде балға келіп, бар назарды өзіне аударады. Ол сары судың әсерін көрсете бастайды. Жартылай бұлшық етті денесі барлығын таң қалдырады. Дәл екінші дозаны ішіп, Шерманды мәңгілікке жоюға дайындалған сәтте Джейсон келіп, оны тоқтатады. Бірақ кенет оның қолы сініп, өзін қылқындыруға тырысады. Бұл, денесінің ішінде Шерманның өзінің денесін қайтарып алу үшін күресіп жатқаны еді. Ақыры жаңа бейне уақытында екінші дозаны ішіп үлгермей, қайтадан Шерманға айналады. Залда отырғандардың бәрі, соның ішінде Карла мен оның ата-анасы, қатты таң қалады. Шерман тәжірибенің бастапқыда адамдарға көмектесу үшін жасалғанын, бірақ соңында ол болмауы тиіс нәрсеге айналғанын түсіндіреді. Ол өзін қабылдауға тиіс екенін мойындайды және енді денсаулығын жақсарту үшін көбірек еңбектенуге ниеттенеді. Өзін бәрін ренжіткендей сезініп, ол кетпек болады. Бірақ Карла оны тоқтатып, би билеуге шақырады. Бұл қыздың оған сыртқы келбеті үшін емес, ішкі жан дүниесі үшін ғашық болғанын дәлелдейді. Соңғы көріністе екеуі түні бойы билеп шығады. Хартли Шерманның сөзінен әсерленіп, оған қаржы бөлуді шешеді. Эксперимент сәтсіз аяқталғанымен Шерман бәрібір де ғажайып ғалым болып қала береді. Фильмнен түйгенім, біз өзімізді қалай бармыз, солай қабылдап, жақсы көруіміз керек. Өйткені Алла бізді көркем түрде жаратқан. Келесі кинотайымда кездескенше.